Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Бүгін біз Майнкрафттан выживанияның екінші бөлімін түсіретін боламыз. Достар, мен бұл рубрикаға, бұл видеоға жаңа ат таптым. Бұл видео енді Стивтің өмірі деп аталатын болады. Бұл рубрика енді бұл рубриканы біз Стивтің өмірі деп атайтын боламыз, өйткені бұл Стив. Енді біз деген бүгінгі видеодан істейтін боламыз. Бүгінгі видеода біз деген осы коробка үйімізді, міне осы үйімізді сәндейтін боламыз. Алдыңғы бөлімде тек қана осыны салған болатынбыз. Сосын достар, байқағандарыңызды сіздер байқаған шығарсыздар, мына жерде жалпы негізі 2 есік болған болатын, бірақ мен оны андай бір есік қылып қойдым. Енді бәрін санап, мына жақта былайынан 4-еу, сосын былайынан 4-еу. Енді біз деген, короче достар, осы не істейміз? Бүгін біз осы үйді сәндейтін боламыз. Ендеше кеттік видеоға. Жалғастырамыз. Манағы интро ұнаса, егерде сол интро ұнаса, мен келесі видеоға қоя беретін боламын. Комментарий жазып кетіңіздер. Мен бұл интроны енді сіздер көбісі айтты, интро қой шешті. Осы интро қойдым достар. Мінекей бізде алдыңғы бөлімнен қалған осындай заттар, ағаштар бар. Енді осылардың көмегімен бүгін біз деген бірінші пол жасап алайық та. Ең бірінші біз деген не жасаймыз? Қайтсам бітті, жөн надан жасамай-ақ қойық. Біз деген надан жасаймыз, күрек жасаймыз достар. Күрек жасау үшін осылай қателеспесем. Так, мінекей лопата, күрек, сердце, жүрек деп қоқытсенді. Так достар, мінекей өйстіп салуамыз. Енді мына микрофонның дауысын баға беріп кетіңіздер. Енді алдыңғы бөлімде де айтқан болатын, бірақ айта береді дейсін. Достар, ақыры дегенде мен дейтін мына шетінде тұратын қара полосканы дейме, сондайларды кетірдім әйтеуір дегенде, бірақ астынан шыға ма бір нәрсе өп кетті әйтеуір. Бір проблема шешсең екінші шыға ма, сондай бір нәрсе. Қазір аранда кетіріп тастайық, сосын ананы алып аламыз артынан. Так, өйстіп енді бәрін сындырып көрейік. Өйстіп бәрін сындырып көрейік дегенде бәрін сындырып тастаймыз. Так достар, келесі бөлімде не істейін, комментарий жазып кетіңіздер. Мен келесі бөлімде деген ойлап тұрмын, егін салсам ба деп, немесе басқа жаққа көшіп кетсем ба деп. Өйткені мына жақта қызық емес сияқты. Ой, бәрін лақ жөппін ғой. Так, енді өйстіп сала береміз. Так, осылай. Осын мына жерге. Бұл біздің еден, яғни пол болады. Мен осы жерге посылка ашатын боламын деп айтсаң да. Так, енді өйстіп, ағаш бітіп кетті. Ондай ағаш бар ма екен тағы да? Так, енді біз деген қазір мына микрофон кішкене шетке қойып та, былайынан жүгірейік енді. Так, сондай ағаш керек, дәл сондай ағаш керек. Мә өже достар, күн батып жатыр. Мінекей дәл сондай ағаш. Сосын мінекей ана жерде де тұр екен. Өзімен бірге тапор алып кетуім керек еді енді. Бірақ білмей қалдым енді. Так, мына жерде не жүрген? 8 аяқ па не бөле. Так, өйстіп енді тездетіп жинап үйге бару керек, өйткені қалай айтсам болады, ана зомбилар шығады, сосын тағы да үйімді жарып жіберуі мүмкін енді. Алдыңдағыдай алдыңғы бөлімді көрмесеңіздер достар, осы видеодан соңына дейін қараңыздар. Сол кезде мен сол видеоны қойып қоятын боламын. Сол кезде сіздер сол видеодан кейін соны көре аласыздар. Немесе дәл қазір сол менің каналыма кіріп, сол видеоны қарап алыңыздар, ато екінші сериядан бастаған қызық емес шығар деп ойлаймын енді. Так, егер де сіздер менің каналымда жаңадан болсаңыздар, мен деген мыта ойынын және де пазлық ашу деген сияқты өте керемет ойындарды түсіретін боламын, және де осы Майнкрафтты қолға алдым енді. Егер де каналым ұнаса, жазылып кетіңіздер. Ой, зомби жатыр. Так, қашып кетейік енді. Өлтіріп жүреміз бе? Бәрі қаруымыз жоқ. Так, өйстіп енді кіріп кетейік, тездетіп. Есік қайда? Есікті қоя салайық енді. Ой, дұрыс емес қойдым енді. Так, осылайынан қою керек, мінекей, сол кезде осылай ашылады. Так, енді бізде осындай ағаштар бар, дуб бар, яғни бұдан біз тағы да 36 ағаш шығарамыз, одан бәрін жауып тастаймыз. Так, мына печеньясын салып қойып, сосын ой. Так, қазір бүйтейік.
Так, үстінен сіліп та осылай қойып осылай қойып тастаймыз. Так, мінекей достар, енді кішкене болса да әдемілік пайда болған сияқты. Так, енді біз деген алдыңғы бөлімде қырған, алдыңғы бөлімде өте көп жануарлар өлтірдік. Енді солардан қойларды да өлтірген болатынбыз. Енді шерсттен осы кровать жасап алайық. Қара шерсттен қызыл кровать жасауған бір түрлі екен енді. Так, оны осылай қоямыз. Одан кейін бізге так, не алсам болады екен. Андай люк па, соны қалай жасайды екен? Қазір күте тұрыңыздар. Мен дейтін эксперимент жасап көрейін. Мен дейтін көп ештеңе білмеймін жалпы. Так, осылай не шығады? О, бәсе. Как раз керек еді. Так, басқа керек емес шығар деген ойдамын. Енді біз деген бүйтеміз, мына жағына қоямыз, сосын былай жауып қоямыз. Сосын мынаны сындырамыз да, мына жағына қоямыз, сосын былай жауып қоямыз. Бұл деген бізде қазір нет, далаға шыққаннан кейін бұл жерге мен деген бір гүл отырғызып қоятын боламын. Так, тағы не жасасам болады? Енді бүгінгі видеода мен крыша салсам ба деп ойлап тұрмын. Енді крыша былай жасалады сияқты да. Так, мінекей осылай жасалады екен. Енді осыны до конца толтырып қойып енді бар жеткенше. Так, басқа жетпейді. Басқа жетпейді. Енді мына қарасынан жасайық. Бір ато разноцветный болып кетеді. Мен дейтін басында ойламаппын енді. Аналарды бекер жасап қойдым енді. Так, өйстіп енді жасаймыз. Так, бесеуден қанша шығады екен? 20 шығады, ол аз достар. Так, тағы жасаймыз. Так, достар, Ведварс түсірейін бе? Комментарий жазып кетіңіздер. Ведварс, Skywars деген ойындар түсірейін бе? Комментарий жазып кетіңіздер. Қазір достар, маған телефон соғып жатыр, кішкене пауза. Так, достар, мінекей... Так, достар, мінекей жалғастырамыз. Мана мамам соқып қалды енді. Так, үсті бәрін қойық. Неке 36 шықты енді. Бүгін ұйықтайық, одан кейін таңертең тұрғанда жасайтын боламыз. Бүгінгі видеоны мен дейтін кішкене бүгін тезірек күн батып кеткеннен кейін енді кішкене қалайтын көп жасайтын боламын. Так, енді біз дейтін мыналарды бекер жасап қойғаннан кейін осылардан бір тамақ пісіріп алайық енді. Тамақ пісіп жатыр, алма піскен екен, мынаны жеп алайық. Так, енді хп тола берсін. Мыналарды артықтарын салып тастайын былай. Мына земляны алып алайық енді. Кеттік ендеше. Так, мына жерден бір қызыл розама не пәле. Соны алып алайық. Так, мінекей жетеді. Так, енді өйстіп барамыз да. Так, осыны деген осы жерге отырғызып қоямыз. Мінекей өте әдемі болды енді. Декорация ол да кішкене болса да. Ой, ё-моё. Қазір достар, мен дейтін мынадан қылыш алып алайын. Сосын анау қажет тұр екен. Үстемізде шығып кетеміз. Үйден алысырақ алып кетейік достар. Крипер кезетті. Крипер шоу бергел. Опа. Даун жарылма, Қазит. Мә онда. Так, мә онда. Так, мә. Екі удар беріп кеттім енді. Бұл новый версия болғандықтан достар, кішкене өлтіру қиын екен. Так, паркур жасап кетейік енді. Өстемізде опа деп секіріп кетеміз. Сосын осылай секіріп кетеміз. Так, енді достар, кішкене андай не болсын да, алдыңғы видеодағыдай қайтсам болады. Андай ускорение болады достар, сондықтан кішкене осы крышаны салып болғанша ускорение болады. Ендеше сол. Короче, сол. Так, достар, бұл деген өте қиын екен достар. Мен дейтін бір нәрсе істеген күліктер, бірақ бұл деген енді аррамдық болуы мүмкін, бірақ та мен соны істейтін боламын енді. Бірақ одан ештеңе алмайтын боламын. Мен дейтін қазір гейммод қосатын боламын. Аты өте қиын достар, өте қиын. Анау дейтін дұрыс қойылмай қала береді. Тек қана біз дейтін гейммодтан ештеңе алмаймыз. Просто біз деген не істейміз? Салып аламыз енді өзімізге андай мына осылай үстіп салып аламыз, одан кейін ештеңе алмаймыз достар. Так, осылай. Так, тек қана салып аламыз.
Так. Так, мінекей достар, мен деген крышаны салып біттім. Енді геймод болғанның өзінде де өте кішкене қиындық болды. Енді бүгін енді біз деген короче терезе салуымыз керек. Енді терезе сосын болды, сонымен видеомызды бітіретін боламыз. Так, біз деген қазір геймодтан шығайық, енді терезені өз күшімізде сала аламыз деген ойдамын. Сенімдімін салатынымызға. Геймоде деп жазамыз. Сосын 0 дейміз. Мінекей достар, менің жизнімдім да көбейген жоқ. Так, енді біз деген мына арадан тамағымызды алып алайық. Сосын 1-2 тамақ жеп алайық, а то қарның аша береді екен. Қарның ашса хп-да кете береді. Енді лопата алып алайық. Манағы қайда? Так, лопата. Так, лопата алдық. Енді өстеміз, барамыз да мынандай песокты аламыз. Так, өйстіп песок алайық. Келесі серияда шахтаға бару керек, әйтпесе железа сондай керек нәрселер алып алу керек. Так, бұл не? Емай, шошып кеттім. Нарада крипер жарылған достар. Ол кремен, ол бірақ не үшін керек маған? Так, өйстіп жауып тастайық енді. Так, мына жер не болып қалды? Так, өйстіп жауып тастайық енді. Так, өйстіп мына кішкене лопатаң құттай қалыпты, енді соны қолданып тастайық. Так, дауыс қалай шығып жатыр достар, мен өзіме кішкене сенімсіз болып тұрмын. Дауыс шықпай қалды ма, жазылмай қалды ма деген сияқты. Енді дауыс жазылса өте керемет болатын еді. А то за кадр жасағым келіп отырған жоқ. Так, мінекей менде де 25-і пайда болды. Так, енді тағы да жинап алайық. Әрине су құйылып кетті, енді ештеңе етпес. Келесі серияда балық аулауға болады, өйткені біздің дәл қасымызда не бар? Қалай айтсам болады, мына су бар, енді озеро, речка, қалай айтсам. Так, достар, енді мен комментарий жазып кетіп жатыр, андай по идее, нихуя деген тағы да қандай сөздер бар. Сондай сөздерді, так деген сөздерді көп айтасың дейді. Енді сосын біреулер сен батыстықсың ғой да, не сөйлегенің сондай қызық дейді. Енді я батыстықмын, солай сөйлеймін. енді ренжімеңдер, короче, үйреніп қалғанбыз. Сол енді. Так, что-то мен көп жинап кеткен сияқтымын, осы жетеді деген ойдамын. Біздің алысқа кетіп қалыппын ғой. Так, мына жақта өйстіп, біртүрлі болып тұр екен, мына жақта өйстіп жауып тастайық. Так, енді мен деген ертең бір күні артына бақша салатын шығармын, өйткені арты дейтін не бос жатыр. Так, өйстеміз де енді бұның жоғарына песокты қоямыз, одан кейін так, енді астына бір, так, біз кирканы алайық та, енді шахта жаққа барып қайтайық. Шахта дегенде мини шахта жасайық енді осы жерге, кішкене осы жерлерге. Так, достар, не айтсам болады екен сіздерге? Сходка қалай болды, ана мытадағы ұнады ма? Бірақ біз оны дым дайындықсыз жасай салдық достар, сондықтан жазылмай ақ қойыңдар комментарияға. Қателіктер көп деп, мойындаймын, қателіктер жетеді. Оның ішінде көп балалар тыңдаған жоқ, бәрі қуып сөйтіп жүрді енді. Так, өйстіп достар, шахтаға түскенде өйстіп 2-2-ден қазу керек екен, а то бір жерге түсіп кетесіздер. Енді сондай нәрсе. Енді жалпы баспалдақ қылып түскім келген, бірақ енді дәм болсын осылай қаза салдым енді. Так, өйстіп бәрін қарап алайық. Не істейміз басқа? Так, ішіп кетті достар. Короче, біз дейтін қайттан шығып кетейік нарадан. Шығып кетейік енді. Қалай айтсам болады, мына мышканың дауысы шығып жатса ренжімей ақ қойыңдар, өйткені сол. Өйткені оның дауысы қатты. Ол обязательно шығады.
Так, енді о 4-еу, тек қана 4-еу ма не? Мә онда, бізге керек емес ол бәрібір. Так, сосын андай стекло жасай болатын еді, андай ескен. Так, ішіне кіріп тұратын. Так, одан да бұлар деген қайнағанша біз деген бүйтпейміз. Так, үстіп ұйықтайтын жағымызға үсткен күн түсетін қылып қойып енді. Үстіп терезе жасаймыз. Так, үстіп терезе жасап қойып. Так, осылай жасауға болады. Үстіп үлкен қылып қойып енді. Үстіп үлкен қылып қоямыз, одан кейін басқа жақтардан 4-4-тен ғой енді. Так, үстіп міне мына жақта мысалға осылау, сосын мынау. Так, мінекей осындай терезе енді. Так. Ой, так. Сосын енді осы жақтан былай ұзыннан терезе жасап қойып, осылай. Так. Так, енді сосын мына жерден бір терезе. Сосын мына жерден бір терезе. Міне осы жерден. Так, енді осы жерден дайын болған 7 терезе екен, тағы да біреу шықсын, сосын алайық та бір нәрсе жасап көрейік енді сол терезеден. Так, мінекей 12 стекло болды. Сосын біз оларды аламыз да, былай қойып тастаймыз. Мынаны алып қойып енді. Мінекей достар, осылай шығады екен. Так, мынаны алайық та, мынаны қойып жіберейік, мынаны қойып, мінекей ровно жетті. 38 шықты ма, мен дейтін көп істеп жатырмын. Так, үстеміз, сосын осылай тағы да достар, мінекей уже екінші түн батайын деп жатыр енді. Видео ұзақ болып кеткен сияқты, по-моему. Так, енді мен деген әлі тағы не істеуім керекпін. Почти болдым достар. Енді қазір мен деген тағы да бір нәрсе жасағым келіп тұр енді. Қазір соны жасай саламыз. Так, енді бұларды алып тастайық. Мен деген мынандай жасағым келіп тұр енді. Так, бәрі білет деген ойдамын. Бұл не екенін енді. Мінекей. Жанып тұратын тыква, типа Хэллоуин. Былай қойып, бұлай сосын мынандай кішкене алыс қойып қойып енді. Бәрі достар әдемілік үшін. Енді сіздерге қалай ұнап жатыр ма енді айтып кетіңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Так, енді мен деген бүкіл заттарымды қолыма алам, аты что-то сандық қылып тұр. Үстіп бәрін деген мына жаққа қойып кетсейін. Так, осылай сосын мынаның ішінде дым жоқ та. Так, мінекей достар, бәрі осындай әдемі керемет болып шығып жатыр енді. Сіздерге видео ұнаса, так, мен дейтін қазір гейм-модты қосып фото түсіріп алайын. Так, достар, осымен видеомызды аяқтайық. Сендермен болған мен Ернар. Егер де видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетіңдер. Ендеше бүгінгі біздің жұмысымыз, еңбегіміз мінекей осындай керемет әдемі болып шықты енді. Сендермен болған мен Ернар. Давайте.